Баршаңызға сәлем, құрметті оқырман. Адам көп жағдайда мазасыздық сезініп жатады, паника сезініп жатады, паникалық шабуылдарға бет бұрып жатады. Сондықтан ол қалай пайда болды, неліктен менде пайда болды, табиғаты қандай деген сұрақтар көп болады. Енді осы сұрақтардың жауабын ғылыми тілде, ғылым арқылы іздестіретін болсақ, жүйке жүйесіне біз назар аударамыз. Яғни жүйке жүйе екі бөлімнен тұрады. Бірі реттелу бөлімі, екіншісі автономды бөлім болып табылады. Реттелу бөлімі ол ми және жұлыннан тұрады. Ми, жұлын адамның іс-әрекетін, қимыл қозғалысын, сөйлеуіне жауап беріп отырады. Яғни адам реттей алады. Мысалы, қай кезде сөйлеу керек, қай кезде жүру керек, тұру керек, тағысын тағы. Яғни адам реттей алатын бөлімі. Және екінші жүйе ол автономды бөлім деп аталады. Автономды деген сөзін өзі айтып тұрғандай, жеке дербес өз бетінше іс-әрекет жасайды. Оны және басқалай вегетативті жүйе деп атап жатады. Яғни ол адамның қалауына қарамайды. Не жасағысы келіп жатыр, жасағысы келмей жатыр, оған қарамайды. Ол өз бетінше ағзаны реттейді. Ішкі органдарымызды, секрецияларымызды реттеп, жағдайға байланысты қай орган жұмыс жасау керек, өзі реттеп отырады. Сондықтан оған адам ешқандай бұйрық бере алмайды. Вегетативті жүйенің өзі екіге бөлінеді: симпатикалық және парасимпатикалық болып. Симпатикалық жүйе, симпатикалық бөлім адамға қандай да бір қауіп төніп тұрған кезде, немесе қандай да бір белсенділікті, мобилизацияны қажет ететін кезде іске қосылады. Яғни көлікпен салыстыратын болсақ, газ бөлімі, яғни газды басып, ағзаны қалай да бір әрекетке итеріп жатады. Қауіп төніп жатса, ұр, қаш, немесе орында қатқал реакциясын қосып жатады. Қай кездері ұру керек, қай кездері қашу керек, қай кездері білінбей орында қатқал керек. Соның бәріне симпатикалық жүйе жауап береді. Енді қауіптің бетін алғаннан кейін іске парасимпатикалық жүйе қосылып жатады. Яғни ағзаны барынша тыныштандырады. Енді қайталап көлікпен айтатын болсақ, тежегіш, тормоз іс-әрекетін жасайды. Барынша ағзаны демалдырады, ағзаны қалыпқа келтіреді, барынша ішкі органдарды барын қалыпқа келтіріп отырады.